Қайырлы күн достар, сіздермен бірге жастар бағдарламасы. Бүгінгі қонағы өзі болашақта керемет актриса болғысы келген, мынандай керемет марапаттары бар біздің дарынды қызымыз, кез келген жерге барғанда тек қана бірінші орын алатын қызымыз. Есімің? Әбілқасым Аружан. Әбілқасым Аружан. Аружан қайдан келдік? Сарыағаш қаласынан. Әсел. Жасың қаншада? 10-да. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Баласы. Жасың қаншада? 12-де. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Пернебай Ася. Жасың қаншада? 13-де. Көңіл-күй қалай? Керемет. Құтты қыз, тамаша. Жасың қаншада? 7-де. Жантас Айдын. Қош келдің. Жасың қаншада? 8-ге толам. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Әбілқасым Бекарыс. Шәкәрім атындағы жалпы орта мектебінен 3-ші сыныптан келдім. Жасың қаншада? 9-да. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Әлихан. Жасың қаншада? 7-де. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Гүлжайна. Гүлжайна, жасың қаншада? 8-де. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Менің атым Диана, мен жасым 9-да. Мен осы Шымкент қаласында тұрамын. Дінмұхамед бұл. Дінмұхамед, жасың нешеде? 16-та. Осы Шымкент қаласы. Бұны Алматы қаласынан алдым. Әннен алдың. Ал мынаны? Бұны Шымкент қаласынан Бұны алдым. Шымкент қаласынан. Ұлы дала ұрпағы дейді. Бұның бәрі бұл да әннен, иә? Иә, Молодец. барлығы әннен. Не үшін актриса болғың келеді? Мен танымал болғым келеді. Киноға, әртүрлі киноларға түскім келеді. Сол үшін мен актриса болғым келеді, иә? Жалпы актриса болудағы мақсатың не? Үлкейген кезде танымал, және де мені барлық адам мақтаса, сосын әртүрлі киноларға түсіп, танымал болғым келеді. Сол алға қойған мен мақсатым. Киноға түсу үшін. Киноға түсу үшін келдің бе? Сонда актриса болғың келеді ғой? Иә. Не үшін актриса болғың келеді? Өйткені өзімді танымал көрсеткім келеді. Көпшілікке танымал болғың келеді, иә? Актриса болу. Актриса болғың келе ма? Иә. Не үшін? Әлемге танымал болғым келеді. Актриса болу арманым. Не үшін актриса болғың келеді? Өзім актриса болуға қызығамын, және де вайнерлікке қызығамын. Біздің академияға қандай мақсатта келдің? Не үшін келдің? Билеуге. Билеуге келдің бе? Мен кино түсіруге келдім. Сосын тағы грамоталар алғым келеді. Ой, бәрекелді, тамаша. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін жақсы ойнау керек. Жақсы ойнау керек, және ойнап отыру керек. Білім алу керек Білім па? алу керек. Бәрекелді, тамаша. Мен осы Мейрам кино студиясына киноға түсуге келдім. Не үшін актер болғың келеді? Өйткені мен әлемге танымал болғым келеді. Әлемге танымал болсам, көптеген адамдарға көмектесер едім. Сен үшін ең үздік кино қандай кино? Виртуалдық ойындар. Не себепті? Өйткені онда неше түрлі қызықты ойындар бар. Сүйікті актерің бар ма? Сүйікті актерім Жездухадағы Мансар деген бала. Мансар. Не үшін ұнайды ол? Ол өте әзіл қой. Қандай образда ойнап көргің келеді? Ақ көңіл адамда ойнап көргім келеді. Мен киноға түсуге келдім. Киноға түсуге келдің, е? Иә. Жалпы сен актер болғың келеді осында. Иә. Ал не үшін актер болғың келеді? Мен киносына түсуім келеді. Қандай фильмде, қандай образда ойнап көргің келеді? Мектепке түсуге. Мектеп баласының образында ойнағың келеді, е? Мен танымал болғым келеді. Танымал болғың келе ма? Танымал болсаң не істейтін ең? Киноға түскім келеді. Әнші болғым келеді. Мен танымал актер болғым келеді. Осы қазақ елін көтеретін, танымал болу үшін ата-анамның үмітін ақтап, соларды алақанында ұстап бақытты қылдыру үшін. Сен үшін ең үздік кино қандай? Джеки Чанның әртүрлі киносы. Ең сүйікті актерің ша? Джеки Чан. Кім ойнағың келеді? Әртүрлі. Ең сүйікті образым әнші болып ойнағым келеді. Кинода? Қай кино сен үшін үздік? Маған Жездухан еді. Жездуха? Не үшін? Өйткені олардың әзілдері маған қатты ұнайды. Сүйікті актерің бар ма? Актерім бар. Кім? Мансар. Мансар? Не үшін? Өйткені маған қатты ұнайды. Маған әзілдерімен, өзім киноға түскендерімен. Қандай образда, қандай рөлде ойнап көргің келеді? Жездухан киносында ойнағым келеді. Осы Мейрам кино студиясында киноларда. Сен үшін өзің сүйіп көретін үздік кино бар ма? Жаңа мектеп. Не себепті? Ішінде андай мейірімді адамдар өте көп. Сосын арасында кейде мұңды нәрселер болады. Соларын айтып.
кандай фильмде ойнап көргүң келет? Бір фантастикалық, Кандай образда? бір андай мұңды аянышты киноларда ойнағым келеді. Түріктің киноларын көремін. Қазақ Кай кино үздік сен үшін? Жездуха. Өйткені ода ішіндегі актерлар маған ұнайды. Ең біріншіден жақсы рөлді сомдаған дұрыс. Өйткені бірден жаман рөл сомдайтын болсаң, көрерменнің ойынан шықпауы мүмкін. Кино көресің ба? Актерлар танисың ба? Қандай актерлар танисың? Маңсар. Не үшін ұнайды ол саған? Оны күніге көреміз. Қандай киноға түскің келеді? Биге. Күлпаш, Зың-зың күлпаш, сосын Маша медведь көргім келеді. Зың-зың күлпашты жақсы көп көресің ба? Я, Зың-зың күлпаш. Зың-зың күлпаш? Не себепті ұнайды? Олар ойнаған кезде жақсы ойнайды. Қандай образда ойнап көргің келеді? Күлпаштағы ойнайтын кинолар бар ғой, солармен ойнаған келеді. Сүйікті актерім маған Эльза үздік. Эльза. Эльза? Да. Не себепті үздік ол? Ол маған қатты ұнайды. Сүйікті актерің, актрисаң бар ма? Кім? Иә, ол Эльза. Сен өзің киноға түссең, қандай образда ойнап көргің келеді? Мен Эльзада ойнағым келеді. Ол Айжамал андай. Жездуха, иә? Иә. Ал үздік актер немесе актрисаң бар ма? Бар. Атын айтып бере аласың ба? Ол кім? Ол сол Жездухадағы. Айжамал ма? Иә. Жақсы. Өзім осындай жақсы образдағы не болғым келеді. Қобызжымай айтқым келеді айтқан нәрселерімді. Иә, мен осы жақында Шекер дегенді көрдім, білетін шығарсыздар. Содағы Азат Жұмаділ дегеннің рөлі ұнады қатты. Сүйікті актер Нұрлан Қоянбаев, сол Азат Жұмаділ. Қандай образ, қандай роль саған өзің жаныңа жақын? Осы қылмыс туралы немесе сондай, маған сондай рөлдер өте қатты ұнайды. Бірнеше суреттер көрсетемін. Осы суреттегі іс-қимылдарды қайталауын қажет болады. Жарайды. Мына көке не істеп тұр? Байланып тұр. Турасын қайталап берсем болады. Так, екінші. Ашуланып тұр. Камераға көрсетеміз. Ей! Жақсы, керемет. Нау, Мұңайып тұр. ренжіп тұр, ә? Иә, ренжіп. Камераға көрсетеміз. Не істеп тұр? Қатты жынданып тұр. Жынданамыз камераға қарап. Ей! Есікін көрсетеміз. Алақай! Ал мынау не істеп тұр? Қорқып бірдеңеге таң. Не істеп тұр ол? Өзінен сенімді адам. Өзіне ашулысты неғып тұр. Қайталаймыз. Келесі. Таң қалып тұр киноға қатысқанына. Ашуланып тұр. Өте қатты ашуланып тұр. Өте қатты ма? Жақсы, келесі. Бұл қуанып тұр. Таң қалып тұр. Түсіндім негізі. Сабыр сақтап тұр, ә? Келесі. Ол ашуланып тұр. Келесі. Ол таң қалып тұрған сияқты болып тұр. Қайталаймыз. Ол андай мінезін көрсетіп ренжіп тұр. Ол ашуланып тұр. Не істеп тұр? Қорқып тұр. Келесі.
Бәрекелді, тамаша. Не деген эмоциялар, е? Тамаша, Асия. Енді бізге келген әрбір қонақ өзінің өнерімен бөлісіп жатады, өнерін көрсетіп жатады. Қонаққа ретінде сен бізге не өнер дайындап келдің? Көрсетеміз. Аха. Şimdi sorulsa tuğra fotodağda gösteririz. Aha. Aha. Тамаша. Aha. Aha, тамаша. О, күшті. Тамаша, келесі. Бұртиып отыр ма? Келесі. Келесі. Біріншісі, кет қайталап көрсетеміз. О, тамаша. Екінші. Тамаша. Үшінші. Келесі. Келесі. Аха. Келесі эмоциямыз. Тамаша, келесі. Ұрсып тұрғаны. Айғайлап тұр, Иә. Ойланып тұрғаны. Таңғалып тұр, Иә. Ал келесі суреттен есеп тұр. Ренжіп тұр. Қалай ренжіп тұр? Ұрсып тұр. Ұрсып тұр ма? Иә. Ашылам тұр, қатты ашылам тұр. Осыны көрсетіп бер бізге. Тамаша. Ал келесі сурет. Өте қуанып тұр. Қуанып тұр, Қалай қуанып тұр? Бұл қуанып тұр. Бұл енді таң қалып тұр, күтпеген жағдай болып тұр, ол деген сияқты. Келесі. Бұл бір нәрсені түсінгендей жарайды деген сияқты тұр. Ашу зада ол деп тұр ғой. Бұл да таң қалып тұр, сол осылай ма деген сияқты да енді. Бұл Мына қызға не болып қалған? ренжіп қалған ғой ол. Осылай ренжіш. Бұл да ашу зада деп. Ал олай болса, бізге қандай өнер дайындап келдің? Ән. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, қалың ағаш жапырағы сыбдырласып бір өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Керемет.
ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанат рақым ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз, жамандық көрсең нәфрәтлі, суытып көңіл тисаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Мұқағали Мақатаев, 3 бақтым. Ең бірінші бақтым, халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақтым, тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақтым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. Түтін түтет өс өрбі көгере бер, немерелер көбейсін жөберелер. От емес оқ сұрасаң менен егер. Тура келеп тарихи бір онайға, тәуелсіздік түсті деме онайға. Бастан өткен шыбырынды ақтабан, не көрмедің қазақ елім соны ойла. Өлеңімнің ол бізге бақыт сыйнаған, жамандықтан қинаған, ана әке сезімді, сүйеміз біз өзіңді. Отан ана, сүйеміз біз өзіңді. Отан ана, сүйеміз біз өзіңді. Екемізден әнеме, саған әнге қал жерде, қал жүрегін сезімді, сүйеміз біз өзіңді. Отан ана, қорғаймыз біз өзіңді. Отан ана, сүйеміз біз өзіңді. Қазақстаным, отаным, шалқыған шаттық ордасы, тәуелсіз елдің ұраны, шаттыған шаттық ардасы. Елімде тыныш, жерімде тыныш, бейбіттің әні шырқаусын. Бақытты елім, жақты жерім, тіл көзден сені сақтасын. Бақытты елім, жақты жерім, тіл көзден сені сақтасын. Тәуелсіз елдің ұраны, қырандай көкке самғасаң, көк туым менің желбіреп, тұғырым мәңгі таймасаң. Елімде тыныш, жерімде тыныш, бейбіттің әні шырқаусын. Бақытты елім, жақты жерім, тіл көзден сені сақтасын. Бақытты елім, жақты жерім, тіл көзден сені сақтасын. Ой, бәрекелді, тамаша. Мен оны түсінсем, көнсем, ағынды өзі асқатау көнсем, мен оны қасиетті түсінсем, мен оны құдетті үсем. Бәжан деген сүйемін қабыллаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жан мен келемін жарып шықта, боқсы болып сүйеллаған. Отан, отан, бәрінің бейген, мен оны мәңгілікке сүйетім. Көз қуанып күн сайын көркеміне, көңіліміз сенеді ертеңіне. Қазақстан төрі Нұрсұлтан, тағым ғана лайығы ел төріне. Бәрекелді, тамаша. Мұқағали Мақатаев, бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп бастады топталасты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше киіп ішсең, соның өзі бақыт. Бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан гөрі ерек жүрсең, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той-тойлау. Әке шымпана болған биік шыным, үйреткен мін өмірдің барлық сырын. Жер бетін кезген менен, сендердің көздеріңнен төгілген жылулықты ешкімнен сезбедім мен. Жер бетін кезген менен, сендердің көздеріңнен
төгілген жылулықты ешкімнен сезбедім мен. Керемет. Арука, сенімен қазір екеуміз бір кішігірім рөл ойнаймыз. Яғни бір образ сомдаймыз. Екеуміз елестет, сен үйде сәбіз турап жатсың, мен сені ағаң болып ойнаймын. Мен сені Арука деген кезде байқамай, сен қолыңды кесіп аласың, сол кездегі эмоцияң. Ақыма? Кеттік, сәбіз турап жатсың. Турай бер. Арука! Ау. Ай! Ойбай, не қылды? Қолымды пышаққа Кесіп алдың ба, ойбай, қанап жатыр ма? Иә. Мамаң саған тапсырма беріп кетті. Үйді жинап, тап-тинақтай қылып, дастарханды әдемілеп жайып қой. Біз қонақтар алып келе жатырмыз деп қойды саған. Сен үйдің барлығын жинастырып, сыпырып, жуып, әдемілеп дастархан жасап қойдың. И сыртқа бір нәрсеге шығып қайттан келсең, дастархан бычт болып жатыр. Үй шашылып жатыр. Сөйтсе, сенің інің бошын шығарып тастаған. Сырттан келген эмоцияңнан бастап, оған ұрысқаныңа дейін көрсетші. Кеттік, бәрі 2-3 кет. Сен неге үйде шашасың? Қазір үйге қонақтар келгенге жат болады ғой деп айтам. Мен әдейі деп шашқан жоқпын ғой. Сен әдейі шашпасаң да біліп тұрсың ғой, үйге қонақ келетін деп. Не алады екен қонақ келсе? Жат болады ғой, қане үйде жинап алсың деп айтам. Мен жинамаймын, мамаға айтамын сен. Айта бер мамаға, мен де сен айтам үйде шашқаныңды. Кетші ма? Сен мамаға айтып берем кетші дегенді. Ой, жыламаш, боп дейді жинайын басынан. Сондай болсын. Бірінші ситуациямыз, сен байқамай қолыңды күйдіріп алдың. Ай, қолым ашып жатыр. Анашым не істеп беріңізші деп сөйтіп айтамын. Ал байқамай аяғыңа шие кіріп кетсеш? Ай, аяғым деп қатты жылаймын. Байқамай аяғыңа шие кіріп кетті. Деген. Аяғым Не алдың, Махамбет? шеге кіріп кетті. Білмеймін, аяғым астына кіріп кетті. Аяғым дірілдеп тұр. Байқамай қолыңды күйдіріп алдың. Не алды? Қолым күйіп Суға кеп берген ма мұстай? Иә. Сөйтіп суға кеп бердің, сөйтсе ол да ыстық екен, ма су? Бұл да ыстық қой. Жарайды. Күшті. Мен саған қазір жауап айтамын, сен соны қайталайсың, Мақыма. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хатым қаташып отыр, хатым шатасып отыр. Шатастың. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хатым қаташып отыр, хаташым шатасып отыр. Жарайды, кеттік. Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хакім қатасып отыр, шатасып айтысып отыр. Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген сұр әнген бе? Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хакім қаташып отыр, шатасып отыр. Шатасып отыр ма? Қандай чат? Админ кім? Сен ба? Жарайды, тамаша. Келесі. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Күлдірге күлдірем деп бүлдіріп алды. Күлдірге күлдірем деп бүлдіріп алды. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Көк қақпақ. Доп деп, дөп деп. Доп деп, доп деп. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хат қашып отыр, хат қашып отыр. Хат қайға қашып отыр? Ауылына ма? Ауылына. Жарайды, келесі. Ақ қақпаққа
көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, ақ қақпаққа көк қақпақ. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып отыр. Аха. Доптеп, дөптеп. Доптеп, теп. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қалпаққа көк қалпақ, ақ қалпаққа көк қалпаққа ақ қалпақ. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хакім шатасып отыр. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Доптеп, дөптеп. Доптеп, дөптеп. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, ақ қақпаққа көк қақпақ. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім шатасып отыр, хакім Хаташып шатасып отыр. шатасып отыр. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Көк қақпаққа ақ қақпақ, Доптеп, дөптеп. доптеп, доптеп, доптеп. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Доптеп, дөптеп. Доптеп, дөптеп. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Сұр інген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Папа, мама, сіздерді қатты жақсы көрем. Анашым, әкешім, мен сіздерді қатты жақсы көрем. Сіздерге үлкен рахмет. Папа, мама, мен сіздерді жақсы көрем. Папа, мама, мен сіздерді қатты жақсы көрем. Сіздерге көп рахмет. Мен ата-анам үшін бәрін істеуге дайынмын. Оларды өте қуантуға дайынмын. Олардың қуанғанын мен өте қалаймын. Анашым, әкешім, сіздерге көп рахмет осындай киноға түсуге мүмкіндік бергендеріңізге. Сіздердің маған сеніп отырғандарыңызды ақтаймын деп сенемін. Мама, папа, мен сіздерді өте қатты жақсы көрем. Ата-анамды қатты жақсы көрем. Мені кішкентай кезімнен бастап өсіріп мәпеледі. Мама, папа, мен сіздерді жақсы көрем. Папа, мама, мен сіздерді өте қатты жақсы көрем. Сіздерге рахмет. Мен мамамның, папамның қатты жақсы көрем. Анашым, әкешім, сіздерге көп-көп алғыс, рахмет айтамын. Және де мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздің де балаңыз дәл осындай керемет бағдарламада, керемет образда отырып осындай студияда түскен қаласаңыз, тегін бағдарламаға қатысу үшін астындағы нөмірге хабарласыңыздар, болмаса WhatsApp арқылы жазыңыздар. Қош, сау болыңыздар.